Қазақстанда қан қысымы кең таралған аурулардың бірі. Дегенмен көп адам өзінде бұл аурудың бар екенін кеш байқайды. Артериялық гипертензия қан қысымының жоғары болып, тұрақты көтерілуімен сипатталатын жүрек қан тамырлары жүйесінің қауіпті ауруы. Медицинада бұл дерт артериялық гипертензия деп аталады. Бұл ауру көбіне 35 жастан асқан ересектерде кездескенімен, соңғы жылдары жасөспірімдер арасында да жиілеп барады. Қан қысымының жоғарылауы жалғыз белгі емес, науқастарда бас ауруы, жүрек қағуы, әлсіздік сияқты басқа да шағымдар қатар жүруі мүмкін. Қан қысымы аурулары өзі екі түрлі болады. Первичный, вторичный деп айтады. Первичный түріне ол қан қысымы қан тамырларына байланысты эссенциальная артериальная гипертензия деп айтылады. Ал екінші түрі вторичный, то есть басқа аурулардың себебінен болатын қан артериальная гипертензия. То есть оның вторичный ол бүйрек аурулардан, эндокринді аурулардан болатын екіншілік қысымның көтерілуі. Мамандардың айтуынша гипертензияның нақты пайда болу себептері толық анықталмаған. Дегенмен дамуына әсер ететін бірнеше негізгі фактор бар. Олардың бірі тұқым қуалаушылық, яғни ағзадағы кейбір туа біткен өзгерістер қан қысымының жоғарылауына ықпал етеді. Сонымен қатар артық салмақ та үлкен қауіп төндіреді. Себебі дене салмағы артқан сайын қан көлемі көбейіп, қан тамырларына түсетін жүктеме күшейеді. Менің алғашқы қан қысымын көтерілгенін білген уақытым екінші балама жүкті кезімде. Мен уже басымның айналуы, жүрегімнің айнуы, жүрек қан тамырларында қаттырақ жүрек соғуларым байқалды. Дәрігерлік кездесуге барған кезімде менде қан қысымының жоғарылап тұрғаны білінді. Сол кезде алғашқы көтерілгені 130 болатын. 130-да 70, 130-да 80 болатын. Медикаментозный бұл тамақтану, дұрыс тамақтану керек. Сосын таза ауада жүру, прогулки, ходьба. Бізде қазір көбінесе адамдар аз қимылдайды ғой. Қимылды көбейту керек. Таза ауада жүру деген нәрсе азайып кетті. В основном компьютерде, телефонда отырады адамдар. Соны здоровый образ жизниға в первую очередь. Артериялық гипертензияны емдеудің негізгі тәсілі дәрілік терапия. Бұл әдіс тек қана қысымның қалпына келтіруге ғана емес, сонымен қатар оның жоғарылауына әсер ететін негізгі себептерге назар аударады. Яғни, науқасқа әртүрлі топтағы дәрі-дәрмектер тағайындалады. Олардың қатарында қан қысымының төмендеуіне, жүрек соғысын қалпына келтіруге және қан тамырларын кеңейтуге препараттар бар. Ең бастысы, өз денсаулығыңызға бейжай қарамаңыз. Себебі уақытында анықталмаған ауру тиімді емнің кепілі.